Қайырлы күн достар, мен бүгін бұл видеоның ішінде Отойдо қалай Қазақстандағы адресіңізді енгізуді, Пиндодоға қалай заказ беруді және сол Пиндододан товарыңыз келген кезде Қазақстанда қалай филиалдан, қандай адрестегі филиалдан алып кетуге болатынын барлығын Отойдо көрсететін боламын. Бұл видеода қалай Пиндодоға Қазақстандағы адресті енгізуге болатынын көрсетемін. Қазақстан адресі дегеніміз бұл бізде жаңа пост, ол үшін Пиндодоны ашасыздар. Қараңыздар, егер сіздер мүлдем заказ беріп көрмеген болсаңыздар, бірінші заказдарыңыз болса, осы жаңа пост арқылы заказ берсеңіздер болады. Өте тиімді деп айта алмаймын, бірақ бірінші заказ үшін өте ыңғайлы способ, себебі сіздің өзіңіздің қалаңыздағы, Қазақстандағы өзіңіздің қалаңыздағы филиалға жеткізетін болады. Міне жаңа пост Пиндодо приложениесін ашқан кезде мен көрсеткен, міне төменде тұрған иконкаға барасыздар. Қазір Пиндодода обновление болғандықтан бізде адрес жазатын жер міне мына жоғары сіздің аккаунтыңызға қарай көшірілген, байқасаңыздар. Бірақ егер сізде обновление жоқ болса, немесе бұл значок болмаса, ол сізде міне мындай жерде тұрады, мен көрсетіп тұрған. Оны қалай ажыратасыздар? Міне жоғарыда көрсетіп тұрған иконка тұр ғой, жаңағы восклицательный знак сияқты, сол мұнда сізде осы иконкалардың арасында шығатын болады. Енді осы жерден қалай енгіземіз? Осы жаңағы адрес белгісін басасыздар. Сізде осылай пустой бет шығады, егер сіз бірінші заказ беріп жүрген болсаңыз. Ал егер осыған дейін карго арқылы заказ берген болсаңыз, сізде карго адрес шығады, енгізілген. Ол ешқандай әсерін тигізбейді. Бұл жерде сіз мынау қызыл добавление адреса деген тұрған иконканы басасыздар. Сізге осылай өзімізге түсінікті орыс тілінде шығарып береді. Осы жерге өзіңіздің жаңағы данныйларыңызды толтырып шығасыздар. Мүмкін мысалы менің аты жөнім жазайын мұнда, получатель деген жерге. Мұнда телефон номеріңізді жазасыз. Енді ең маңызды, мына область и район Қазақстан деп тұр, осыны басасыздар. Бұл жерде сіз өзіңіз жаңағы тұратын Қазақстандағы облыс таңдайсыз. Мысалы, мен міне Шығыс Қазақстанда тұратын болсам, Восточный Қазақстанды басамын, қай қалада тұрамын, Өскемен. Және қай район екенін басасыздар, былай другой деп. Кейбір қалаларда, мысалы, 2-3 филиал бар жаңа посттың, сол үшін районды таңдасаңыз, өзіңіздің районыңыздағы жаңа постқа қарай келеді. Енді мұнда өзіңіз подробно адрес жазсаңыз болады, мысалы, тұратын үйіңізді деген сияқты толық адресіңізді жазып шықсаңыз болады. Содан сохранить дегенді басасыз. Міне сізде Қазақстандағы өзіңіздің тұратын елді мекеннің адресі осылай түседі. Мынау мысалы мен Өскемен қаласының индексі. Қараңыздар, қазір мен Пиндодо приложениесінен заказ беруді көрсететін боламын. Бұл бізде жаңа пост, яғни сіздің Қазақстандағы қалаңыздағы жаңа посттың филиалына баратын болады. Мысалы ретінде кез келген бір товарды көрсетейін. Мынау қазіргі таңда хит болып жатқан жаңағы чехол, зарядкаға чехол, осыларды мысалы жүрекші арқылы избранныйға сақтап қояйық. Немесе бірден сауда жасауға болады. Кез келген товар карточкасын ашсаңыз, мысалы мұнда төменде осылай қызыл батырма тұрады. Бұл сізде бірден сауда жасау деген білдіреді, яғни именно осы тұрған чехолды ғана сатып аласыз. Осыны бассаңыз, міне сізге түрін шығарып береді. 12,87 юань тұрады. Осылай міне төменде қызыл батырманы басып, бір ғана штук осы товарды ғана алсаңыз болады. Ал егер сіз көп товар алатын болсаңыз, онда осылай көріп, жаңағы товарларды таңдап аласыз. Мысалы, мына чехол делік, осылай көресіз де, жүрек түшені басу арқылы избранныйға сақтап отырасыз. Сол избранныйдан көп товарға бірден оплата жасауға болады. Яғни сол жерде покупка жасауға болады. Мен бір-екі товар избранныйға сақтап қазір көрсетейін. Осылай төмен түсе берейік. Мысалы, мұндағы косметичка делге осында осылай жүрекші басасыз. Бізде бұл избранныйға сақталады. Енді мына избранныйға барамыз. Бұл товарлар бізде осы мен көрсетіп тұрған иконкада тұратын болады. Соны басасыздар. Міне мынау біздің избранныйға сақтаған товарларымыз. Осылай төмен түсіп қарай беруге болады. Енді төлем жасайық. Мысалы, мен мына бірінші тұрған чехолды аламын делік. Міне мынаны басып, бірнеше товарды корзинаға сақтап, солай сауда жасауға болады.
немесе бір ғана штук товарды мен жаңа көрсеткендей бір ғана штук товарды сатып алуға болады. Міне товардың түрі көп, таңдап алсаңыз болады өзіңізге ұнайтын. Біз енді осыны атқан осы чехолды аламыз. Мына төменде тұрған қызыл батырманы басасыз. Міне 6-63 юань. Мына қызыл батырманы басамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай мән берсеңіздер, жоғарыда менің Қазақстандағы адресім шығып тұр, Восточный Казахстанский область, солай жаңағы Өскемен қаласы деген секілді. Мына жерде бір нақтылап кететін жер бар. Айтып жатқанымыздай жаңағыдай адресті жазасыз, бірақ мән беру керек. Бір жағдай бар, тіке филиалға жеткізу. Көбісінде осы жер автоматты түрде сіздің қалаңыздағы карго жаңағы филиал шығып тұрады. Сіз осы тіке филиалға жеткізу дегенді басып, жаңа пост дегенге өзгертуіңіз қажет болады. Себебі, егер сіз жаңа постты баспай, жаңағыдай карго адресін тіркейтін болсаңыз, сіздің товарыңыз сол жаңа каргоға кетіп қалады. Ондай жағдайда сіз өз товарыңызды каргодан алып кетесіз. Ол жерде ешқандай бір қорқынышты нәрсе жоқ. Тек ұмытып кеткен жағдайда, егер сіз осы видеоны көріп, дәл мен көрсеткен нәрсені жасайтын болсаңыз, онда сіз міне жаңа пост деп шығады, жаңа постқа келетін болады. Мына төменде тұрған батырма жаңағы төлем жасау дегенді білдіреді, қызыл. Енді мен сізге төлемнің түрлерін бір атап кете салайын. Бірінші тұрған сол WeChat арқылы төлем жасайсыз. WeChat арқылы төлемді көп адам пайдалана бермейді. Негізі Pinduoduoның өзінде карта тіркеуге болатындықтан ең ыңғайлысы осы өзіңіздің қолыңыздағы картамен төлем жасай бергеніңіз дұрыс. Егер сіз бірінші рет немесе ең алғашқы заказыңыз немесе жаңағы өзіңізге ғана заказ алып жүрген болсаңыз. Екінші, бұл товарды қолыңызға алған кезде төлем жасайсыз. Яғни қазір покупка жасаған кезде бұл 0 юань болады. Содан соң товарды алғаннан кейін жаңағы ақшасын төлейсіз дегенді білдіреді. Үшінші, бұл карта арқылы төлеу. Төртінші, Alipay арқылы төлеу дегенді білдіреді бізде. Осылай міне қызыл батырманы басам, менде карта деген соглашение дегенді беремін. Менде қазір карта тіркелмеген. Міне менде карта тіркелмеген, сондықтан менде осындай бет шығады. Осы жерде мынаны басасыз. Қазір көрсетемін тағы бір рет. Міне мынау жаңағы төлем дегенді бастық, төменде мен көрсетіп тұрған қызыл. Осы жерде міне стрелкамен тұрған иероглифті басасыз. Бұл жерде сізге осындай банктардың тізімін шығарып береді. Төменге түсе берсеңіз, осында міне банк карточкасын жазуға болатын жер шығады. Осы жерге сіз банк карточкаңыздың номерін өзіңіз вручную жазып шықсаңыз болады. Немесе мына камераны басу арқылы жаңағы сканировать етсеңіз болады. Сонда карточкаңыздың жаңағы данныйлары өз автоматты түрде осы жерге қойылатын болады. Міне осылай қызыл жаңағы далее деген батырманы басуымыз қажет болады. Енді мұнда не тереміз? Бірінші жолаққа картаңыздағы аты жөніңізді жаңағы ағылшынша әріптермен теріп шығамыз. Картаңызда қалай жазылып тұр, дәл солай теріп шығасыз. Мысалы, аты жөніңіз. Екінші, картаңыздың жарамдылық мерзімі. Үшінші, мұнда сіздің қолыңыздағы картаңыздың артындағы 3 цифрлы кодты тересіз. Айдаладан бір сандар немесе бүгінгі күнді мұнда жарамдылық мерзіміне бүгінгі күнді толтырудың қажеті жоқ. Енді мұнда қызыл батырманы басуыңыз қажет болады. Сізге осындай бет шығарып береді. Бұл сіз 6 цифрлы код пароль ойлап табасыз. Бұны ұмытып қалмау керек, себебі сізде оплата жасайтын кезде бұл шығып отыратын болады. Кететін жайт, егер сіз осы уақытқа дейін төлем жасап жүрген болсаңыз және картаңыздың сұрағы өткен жағдайда картаңызды ауыстыруға болады. Және де Pinduoduoның бір ерекшелігі, бір аккаунттың ішінде 2 картаға дейін жаңағы тіркеуге болады. Міне менде төлем өтті. Міне байқап тұрғандарыңыздай, менде бір товар уже шықты. Бұл дегеніміз біз покупка жасадық. Енді бұл товарды жаңағы Қытай сатушысы
жаңағыдай упаковкасын жасап курьерге береді. Ары қарай осы Pindo'дың ішінде де отслежка жасап отырсақ болады товарымыздың қайда жеткенін, және де жаңа пост приложениесінде қарап отырамыз. Енді ары қарай жаңа пост приложениесін қалай жүктейміз, жаңа пост приложениесіне қалай тіркелеміз, және мен айтып өткендей филиалды қалай көреміз, соның бәрін көрсететін боламын. Қараңыздар, жаңа пост жалпы бұл сіздің Қазақстанда отырып Қытай мемлекетінен тікелей Қазақстандағы адресіңізді жазу арқылы зат сатып алуға болатын логистикалық компания. Жаңа пост арқылы сіз ешқандай карго ештеңенің қажеті жоқ болады. Жай ғана Қазақстандағы өзіңіздің адресіңізді енгізесіз, өзіңіздің қалаңыздағы филиалыңыздан барып товарды алып кетесіз. Енді ең бірінші не істейміз? Жаңа пост приложениесін App Store немесе Play Market'тен жүктеп алу қажет болады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай менде App Store'дан жүктелді. Ең бірінші осы жерде өзіңіздің телефон номеріңіз арқылы жаңағы регистрациядан өтесіз. Пайдаланып жүрген телефон номеріңізді жазасыз. Міне осылай SMS код арқылы осылай кіресіз жаңа пост приложениесіне. Енді жаңа посттың ішіндегі өзіңіз туралы ақпараттарды енгізіп бастайсыз. Бөлімше туралы, өзіңіздің алушы туралы. Ең бірінші профильді басамыз. Төменде тұрған сол жерде бөлімше туралы ақпарат шығады. Егер сіздің қалаңызда жаңа посттың бір ғана филиал болатын болса, бір ғана бөлімшесі болатын болса, онда сізде бір ғана филиал шығады, сол бөлімшеге келетін болады товарыңыз. Егер сіздің елді мекеніңізде екі немесе одан да көп бөлімшесі болатын болса, филиалы жаңа посттың сізге таңдау құқығы беріледі. Міне, мысалы, мен Шығыс Қазақстан облысында тұратындықтан, мен Шығыс Қазақстан облысын таңдаймын, Өскемен қаласын. Өзіме ең жақын деген филиалды белгілеп осы жерден бөлімшені таңдап қоямын. Яғни мен заказ берген товар осы мен таңдаған филиалға келетін болады. Бұл өзіңіз филиалды таңдап біткеннен кейін, қай жерден товарды алуға болатын адресі көргеннен кейін, ары қарай өзіңіз туралы ақпарат енгізіп бастайсыз. Өзіңіз туралы ақпарат бұл жерде верификация секілді 3 кезеңнен тұрады. Бірінші ол жеке куәлігіңіздің алдыңғы және артқы фотоларын жүктеу қажет болады. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Екінші, бұл өзіңіздің мекен-жайыңыз туралы ақпарат енгізесіз. Қай облыс, мысалы, қай облыстан соны таңдайсыз. Мен Шығыс Қазақстан облысынамын, Өскемен қаласынамын, және қай жаңағы районға жатам, соны таңдаймын. Мұнда өзіңіздің мекен-жайыңызды толық жазып шықсаңыз болады, көшеңізді, үйіңіздің номерін деген секілді. Астында телефон өзіңіздің пайдаланып жүрген жаңа постқа тіркелген телефон номеріңізді жазып шығасыз. Жалғастыру дегенді басамыз. Үшіншісі бізде бұл қолтаңба, яғни жаңағы жеке куәлігіңіздегі секілді қолтаңба қойып шығасыз. Міне мұнда енді сіз туралы ақпарат енгізілді. Бұл жаңа посттың приложениесі арқылы сіз товарыңызды бақылап отырсаңыз болады. Келген товарыңыз, жолда келе жатқан товарыңыз, және де осы жаңа постқа Каспи Голд картаңызды тіркей отырып, жаңағы келген товарыңыздың салмағы арқылы төлесеңіз де болады. Видеоға қатысты немесе Pindo'да жаңа пост сайттарына, приложенияларына байланысты сұрақтарыңыз болса, комментарийға қоя кетіңіз.